Сәлем достар, бүгін сіздермен пигодидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Егер маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Мен негізінде өзім пигодиді көз мөлшермен жасаймын. Сіздер үшін барлығын таразыға өлшеп, грамдап, бәрін түсіндіріп, айтып көрсететін боламын. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Таразыға өлшеп қойған 400 грамм жылы су. Жылы суымыздың үстіне тұзымызды, қантымызды саламыз. Қантты аз мөлшерде салатын боламын, дрожж тез көтерілу үшін. Одан кейін үстіне чай қасықпен 1 қасық тола дрожж салатын боламын. Жақсылап араластырып аламыз. Суымыздың үстіне 3 үлкен қасық сұйық май құятын боламын. Таразыда 500 грамм ұн тартылып тұр. Ұнымызды суымыздың үстіне құйып, жұмсақ қамыр ашытатын боламыз. «500 грамм ұнымыздың үстіне тағы 100 грамм ұн саламыз. Ашытқан қамырымыз осында қолға жабыспайтын, ыдысқа жабыспайтын, өте жұмсақ қамыр болып шығу керек. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз, қамырымыз көтерілу үшін. Қамырым ашып жатқан кезде мен салмасын барлығын дайындап алдым. Ол менде картошкамды майдалап турап алдым. Майдалап турасаңыздар, піскен кезде езіліп білінбей кететін болады. Одан кейін пиязымды да майдалап 4 бұрыштап турап алдым. Менде етімді де майда қылып 4 бұрышты қылып турап алдым. Менде ет қойдығы, одан кейін мен құйрық майды да майдалап турап алдым. Егер құйрық майды майдалап турасаңыздар, құйрық майларыңыз піскен кезде езіліп білінбей кететін болады. Дәмі өте ерекше дәмді болады. Барлығын сіздерге қазір таразыға түсіріп, қанша граммнан екенін көрсетіп кететін боламын. Салмамыздың үстіне тұз бұрышымызды дәміне қарай салып, жақсылап араластырып аламыз. Жарты сағатта менің қамырым ашыды. Ұнымызды сеуіп, ұнымыздың үстіне қамырымызды салып, жақсылап илеп аламыз. Қамырымызбен жұмыс жасаған кезде қолымызға жабысып қалмас үшін. Қамырымды кішірек бөлшектерге бөліп күлшелеп алатын боламын барлығын. Біз қамырымызды осындай кішірек күлшелерге түйетін боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін мен әр күлшемді өлшеп көрсететін боламын. 52 мен 55 грамның арасында болады бір күлшеміздің граммы. Қамырларымның барлығын өлшеп кесіп алдым. Бетін кішкене пищевая пленкамен жауып қойдым, қамырым қаясып қалмас үшін. Менде бағанағы өлшеген ұн су мөлшерінен 17 дана пигоди шығатын болады. Мен сияқты 52 мен 55 грамның ортасында өлшесеңіздер. Бір ғана кішігірім пигодиді жасап қойдым. Ол менің қызымның сұрау бойынша кішігірім пигоди жасап беріңізші деп. Негізінде 17-18 дана пигоди шығады. Пигодиміздің қамырын осылай қылып жайып аламыз. Өте жұқа болмау керек. Жұқа болса, сіздердің пигодиларыңыз піскен кезде қарайып, әдемі болып көрінбейтін болады. Егер қалың болса, өте пышный болып кетеді. Салмасында жақсылап саламыз. Өйткені біздің қамырымыз ашыған қамыр болғандықтан біздің қамырымыз көтеріледі. Сол себептен ішіндегі салмасы көбірек болу керек. Тура видеодағындай біз пигодиларымызды түйіп аламыз. Түйіп алған пигодиларымызды қайнап тұрған суымыздың үстіне қойып 45 минут пісіріп аламыз.
осындай сочный мочный керемет пиозе шығады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы. Ас болсын.